жақында ғана туы өзгерген топ 10 мемлекет. Бірінші орында тұрған ту биыл ғана өзгерді. Сонымен 10-шы орында Панама. 2017 жылы оның туы осындайдан осындайға, яғни қоюлау түске өзгертілді. Қазір қарасам, бұрынғысы жақсырақ сияқты. Ал сізге қалай? 9-шы орын Мавритания. Бұл елдің туына жаңа түс қосылды. Жоғарғы және төменгі жағында екі қызыл жолақ пайда болды. Бұл да 2017 жылы болды. 8-ші орын Белиз. Тудағы ортасындағы шеңбер 2019 жылға дейін үлкенірек, әрі түстері қанық болатын. Кейін оны қарапайымдау, ықшам түрге келтірді. 7-ші орын Франция. Францияның туы 2020 жылы өзгергенін білдіңіз бе? Бұрын ол ашығырақ түсті еді, қазір қоюлау болды. Өз басым бұрынғысын қолдаймын. 6-шы орын Ауғанстан. 2021 жылы онда былай айтқанда билік ауысты. Талибандар келіп туды мына түрінен мына түріне өзгертті. Айтпақшы, көптеген елдерде бұл ту әлі толық мойындалмаған. 5-ші орын Ватикан. Мұнда керісінше өзгеріс болды. Бұрынғы қарапайым нұсқасы орнына анағұрлым анық, детальдары жақсы көрінетін, әрі ашық түсті нұсқа қабылданды. Меніңше жақсы сияқты. 4-ші орын Оңтүстік Судан. Бұл елдің өзі тек 2011 жылы пайда болды. Сондықтан олар көп ту ауыстырып үлгермеген. Ал 2023 жылы тудың үш бұрышын көк емес, ашық көк түске өзгертті. Ал енді ең жаңа өзгерістерге өтейік. 3-ші орын Қырғызстан. Мұнда ту дизайны сәл өзгертіліп, оны заманауи стильді жастарға жақын етіп жасады. Бұл 2023 жылы болды. 2-ші орын Сирия. Мұнда да Ауғанстандағыдай жағдай. 2024 жылы төңкеріс болып, жаңа билік туды өзгертті. Жоғарғы жолақтың түсін және ортасындағы жұлдыздар санын өзгертті. Айтпақшы, мен есім Нұрмұхан. Әлемнің қызықты деректерін білгіңіз келсе, маған жазуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Гондурас. Өзгеріс 2026 жылдың 27 қаңтарында қабылданды. Соған сәйкес Гондурастың бұрынғы туы осындай көгілдір көк түсті жаңа туға ауыстырылды.